Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Менің каналымда қазақ тілінде балаларға арналған қызықты дидактикалық ойындар және жаттығулар, көрнекіліктер көре аласыздар. Менің каналымдағы видеоларды бірінші болып көргілеріңіз келсе, қоңырау батырмасын басыңыздар және тіркеліп кетулеріңізді ұмытпаңыздар. Кезекті видеомыз, яғни балаларға пайдалы видеомыз кім немен қоректенеді, яғни дидактикалық ойын. Балалар қоршаған ортамен танысып, қандай жануарлар, жәндіктер, құстар немен қоректенетінін атап айтып көрсетіп отырады. Бұл ойынның балаларға берер пайдасы ең алдымен балалар сөздік қорын дамыта отырады. Яғни қоршаған ортамен таныса отырып, жануарлар, құстар, жәндіктер қандай тамақпен, қандай заттармен қоректенетінін біліп атап айтып отырады. Өте қызықты ойын, балалардың қызықшылығын арттыра отырып, бұл ойынның ерекшелігі өте көп. Сондықтан бұл 2 жастан 3-4 жасқа дейінгі балаларға қолдануға болатын қарапайым дидактикалық ойын түрі. Егер балаңыздың тілі кеш шығып жатса, осы дидактикалық ойынды ойнатуды ұсынамын. Себебі балалар ойын арқылы, атап айту арқылы қызығушылығын арттырып, тілдік, яғни сөздік қоры дами отырады. Және де жаңадан шығып келе жатқан балаларға да қолдануға болады. Жаңадан тілі шығып келе жатқан балаларға да қолдануға болады. Бұл дидактикалық ойын түрі, яғни балабақша балаларына арналған қарапайым дидактикалық ойын түрі. Абай атамыз айтып өткендей, адамның жақсы болуы тегіннен емес, яғни тәрбиесінде, ақылында, өнері мен білімінде деген екен. Сондықтан балаларымызға жақсы білім беру арқылы, жақсы тәрбиелеу арқылы міндетті түрде күніне бір уақыт болса да балаларыңызға көңіл бөліп тұрыңыздар. Және де балаларыңызбен көп әңгімелесіңіздер. Видеомды соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Егер сіздерге видео ұнап жатса, қоңырау батырмасын басып, тіркеліп, комментария жазып кетіңіздер.